Баршаңызға сәлем. Бүгін мен кірпіктің ұзындықтары туралы айтатын боламын. Себебі комментарийге кірпіктің ұзындығын қалай таңдаймыз, қандай ұзындықтан басталады, және қай ұзындықты таңдаған дұрыс деген сұрақтар келген екен. Сол сұрақтарға жауап беру үшін кірпіктің ұзындықтары туралы айтатын боламын. Кірпіктің негізі бірнеше түрі болады, бірақ жаңадан бастап келе жатқан мастер үшін осы екі С және Д изгиптегі кірпіктерді пайдалана тұрған дұрыс деп есептеймін. Басқа изгиптермен жұмыс жасау біраз қиынға соғады. Сол үшін ең алдымен С және Д изгиптермен жұмыс жасап үйреніп алған дұрыс. С изгип дегеніміз ол қатты қайырылмаған, табиғи кірпігімізге ұқсас болып келеді. Мына видеода көріп тұрғандарыңыз, яғни бұл Д изгип. Қораптың сыртында Д әріпі жазылған, яғни бұл Д изгип деген сөз. Ал мына қораптың сыртында С деп жазылған, яғни бұл С изгип деп аталады. Қораптың сыртында барлығы бізге керекті барлық ақпараттар жазылған, яғни бұл 10 мм және С изгип деп тұр. Бұл кірпіктің ұзындығы 10 мм дейді, және де изгибі С 0,07 дегеніміз ол кірпіктің қалыңдығын айтады, яғни толщина деп айтамыз ғой, сол кірпіктің қалыңдығы. Мен көбінесе 0,07-ні қолданамын, және де сіздерге де соған кеңес беремін, себебі одан қандай объем жасасаңыз да ол жеңіл болады, яғни кірпікке ешқандай ауырлық түсірмейді. Сол үшін 0,07-ні таңдауға кеңес беремін сіздерге. Ал енді кеттік, кірпіктің ұзындығы туралы айтайық. Мен мына жерден тек қана С-ны қалдырайын, мына Д деген изгипті ары қарай ала тұрайық. Міне, мына жерде ұзындығын қалай анықтаймыз? Негізі кірпік өзі жалпы 7 мм-ден басталады. 5-6 деген мм-ден басталатын кірпіктің түрі ол кейбір фирмаларда ғана кездеседі, яғни барлығында бола бермейді. Көбінде бізде кірпіктер 7 мм-ден басталады. Мен көбінесе 8 және де 9 мм-ден бастаймын. Себебі маған сонымен жұмыс істеген ыңғайлы. Ал егер де сіз қалап жатсаңыз, онда миксті алсаңыз болады. Микстің ішінде сол 7, 8, 9 деген миллиметрлер болады. Мендегі ең қысқа ұзындық әзірше осы 9 мм. Осымен жұмыс жасап жүрмін. Ол өзі фирмадан солай таңбаланып шығады. Оны өздеріңіз өлшеп, ешқандай бас ауыртпайсыздар. Дайын күйінде осылай сатып аласыздар. Міндетті түрде бұл кірпіктер рет-ретімен кетеді. Сіз мысалы 9-дан кейін сізде 10 бітіп қалса, міндетті түрде 10-ды сатып алуыңыз керек. Себебі сіз 9-дан кейін 11-ді жабыстыра алмайсыз. Сол үшін міндетті түрде сізде 10 болу керек. Рет-ретімен кете береді. Бірінші 9 мм-ден бастайсыз, одан кейін 10-ды жабыстырасыз, ондан кейін 11, 12 мүлдем бітейін деп қалыпты, 12, 13, 14 және 15. Ең ұзындық мен білуім бойынша 15 негізі. 15-тен артық жабыстырып көрмеппін. Соның өзінде 15-ті жабыстыратын қыздардың өзі қыздар көп емес. Көп пайдаланылмағанда көріп тұрған шығарсыздар. Мүлдем 1-2 рет қана пайдаландым. Содан бері тұр. Көбінесе 14-ке дейін жабыстырады. 14-ке дейін барады көбінде, но 15-ке дейін жабыстыратын қыздарда бар негізі. Ондайда клиент бар. Сол үшін артық болмайды, сатып алып қойсаңыз болады. Егерде кірпікпен айналысатын болып жатсаңыз, барлық длинадар, яғни барлық ұзындықтағы кірпіктер сізде міндетті түрде болу керек. Өйткені әр клиенттің қалауы әр түрлі. Егер оған ұзын керек болып қалса, сізде ол міндетті түрде болғаны дұрыс. Енді мен сіздерге айта кетейін, егерде сіз мысалы енді оқып бітірген болсаңыз, начинающий мастер дейміз ғой, сондай болсаңыз, және де қандай кірпікті алған дұрыс, мысалы мына сияқты тұрып қалмас үшін сізге кеңес беремін 13-ке дейін алуға. Өйткені бізде 13-ті жабыстыратын клиенттер көп. Сол үшін міне 9, 10, 11, 12, 13. Осы 5 палетканы алуға кеңес беремін. Егерде әдемі болып көрінсін кірпіктеріңіз, табиғи сияқты болсын десеңіз, 9-ның алдында еще 8-ді алсаңыз болады. Ол бірақ өте қысқа, енді онымен жұмыс істеу кішкене қиынырақ болуы мүмкін.
Ол енді өзіңіздің қалауыңыз бойынша, не болмаса осы мендегі сияқты 9, 10, 11, 12, 13-пен жұмыс жасасаңыз болады. Бұлардың барлығы былайынша айтқанда өте көп қолданылатын ходовой деп айтамыз ғой, сондай кірпіктерге жатады. Бұны кез келген клиент осы ұзындықтарды міндетті түрде пайдаланады. Сіз мысалы клиент келген кезде бір келкі 9-ды не болмаса бір келкі 11-ді жабыстырып тастамайсыз. Оларды бір-бірімен араластырып, миксовать етеді дейді ғой, солайынан бір-бірімен араластырып, мысалы 9-дан кейін 10 кетеді, 10-нан кейін 11, солайынан араластырып, ең соңына таман кірпік, мысалы жұмысыңызды жасап бітуге таяған кезде ол қайтадан қысқарады ғой, кірпікті бір келкі ұзын длинамен ешқашан аяқтамаймыз. Сол үшін мысалы 13-ке келді ма, міндетті түрде ең ұзын кірпік сізде 13 болды ма, 13-тен кейін сіз 12, сосын кейін 12-ден кейін 11, одан кейін 10 деп солай ғана аяқтайсыз. Егер де 13-пен аяқтай салсаңыз, онда ол қатты жасанды екені білініп қалады. 13-тен кейін міндетті түрде 12, 11 деген екі қысқа длинамен ұзындықпен аяқтайсыз. Осы қыздар бүгінгі айтайын дегенім осы болатын. Алдағы уақытта бұйырсам тағы да видеолар салатын боламын. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, және де ұнаса лайк басып, тағы да туындаған сұрақтарыңыз болса комментарий жазуға ұмытпаңыздар. Бұл енді жаңа біз с изгиб туралы айттық, енді д туралы айтатын болсақ, бұл да тура сол сияқты. Менде мысалы 10 бітіп қалыпты. Менде негізі 10-мен бастаймын. Бұл д изгиб. Бұл енді әр клиенттің қалауы әртүрлі. Қатты қайырылған кірпікті де біз міндетті түрде сатып алуымыз керек. Бұдан да 10-нан бастасаңыз болады. Мен бұда 9-дан бастамаймын. Өйткені бұл қатты қайырылып тұрғандықтан, онымен қысқа кірпігіменен жұмыс жасау қиын болады. Жаңадан бастап жүрген мастер үшін қиын болуы мүмкін. Ал енді сіз біраз опыт жинап алғаннан кейін, біраз қолыңызды жаттықтырып алғаннан кейін сатып ала берсеңіз болады. Бұдан сізге кеңес беретінім 10-нан бастайсыз. 10, 11, 12, 13 және 14, 15 деп алсаңыз болады. Менде 14-те үнемі пайдаланғандықтан 14 менде бітіп қалды. Енді 15 ол анда-санда ғана пайдаланам. Осы қай кезде сатып алдым, содан бері әлі келе жатыр. Бұған біраз уақыт болып қалды. Үнемі пайдаланбаймын. Міне бір алған кірпігім уже бірталайға жетіп тұр. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл да тура сол сияқты, с изгибтегі сияқты, тек қана мына жерде д деген әріпі бар, ал жалпысы сыртында барлығы бір-біріне ұқсас болып келеді. Тек қана сіз таңдаған кезде, мысалы д не болмаса с екенін ғана сатып алатын кезде сонысына мән бересіз, және де ұзындығына қарайсыз. Ал мына толщина дейміз ғой, қалыңдығы кірпіктің 0,07 болғаны дұрыс, негізі 0,10 деген де бар, 0,5 деген де бар, бірақ мен оларды көп пайдаланбаймын деп айтсам да болады. Үнемі осы 0,07-ні пайдаланамын. Бұдан да мына жерде 10 аласыз, 11 болады, 12, 13 және 14, 15. Енді бұл да тура с-дағы сияқты 13-ке дейін ғана алсаңыз болады. Және 10-нан бастайсыз, 9 емес, 10, 11, 12, 13, 4 палеткасын аласыз, 14 пен 15-ті қоя тұрсаңыз болады. Ал егер де жоқ, мен барлығын сатып аламын, қаражатым жетеді десеңіз, онда 14-15-ке дейін сатып алып қойғаныңыз дұрыс. Менде жоқ деп отырғанша, клиенттің сұранысы бойынша барлығы өзіңізде болғаны дұрыс. Өзім осы кірпікті пайдаланамын, бағасы қолжетімді. Ешқандай да люкс кірпіктерден асып түспесе кем түспейді деп айта аламын, нақты сіздерге кеңес бере аламын. Тек қана бұның жазуына, жалпы қораптың өзінің түріне нақты мән беріп қарап алсаңыздар, мына жеріндегі өрнектеріне, міне шет-шетіндегі бұрыштарына. Себебі бұның да өзінің поделкалары болады. Яғни ол кірпіктердің енді сапасы, менде бір-ақ рет болды сондай шатасып алып қойған кезім. Ол кірпіктің енді сапасы мүлдем нашар. Сондай жасанды нелерге жолығып қалмас үшін осының түріне анықтап қарап алсаңыздар, өрнегіне, жазуына. Ал егер де түсінбей жатсаңыздар, білмей жатсаңыздар, сатып алайын деп тұрған кезде, мысалы туындап тұрса сұрақтарыңыз, қайсын таңдарыңызды білмей, онда маған жекеме шығып жазсаңыздар болады. Мен өзімнің Instagram
парақшамды белгіледім видеода, содан дайректке жазып, сұрақтарыңыз болса сол жерге жазсаңыздар болады. Шамам келгенше міндетті түрде жауап беремін. Және де туындаған сұрақтарыңыз болса комментарийге жазыңыздар. Менің каналымды жоғалтпас үшін міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта енді тағы да көптеген видеолар салатын боламын. Ақпаратым сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.